Саламатсыздар ма оқушыларым? Сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Біз бүгін қазақ тілі сабағынан дара және күрделі етістік тақырыбын жалғастырамыз. Сабағымыздың мақсаты дара күрделі етістікті ажыратамыз, мәтін тақырыбын негізгі ойын анықтаймыз, қатені тауып үйренеміз. Ең алдымен өткен сабақтарға шолу жасайық. Қандай сөз таптарын білесіздер? Жарайсыңдар. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Етістік туралы не білеміз? Жарайсыңдар. Не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап береді екен. Етістік іс-әрекетті білдіреді. Етістіктің дара және күрделі екенін біз білеміз. Енді дара етістік дегеніміз не? Дара етістік бір сөзден жасалады. Мысалы, жүгірді, ойнады. Күрделі етістік 2-3 сөзден жасалады. Мысалы, оқып отыр, жүгіріп жүр. Жарайсыңдар балалар. Бұл сұраққа да өте тамаша жауап бердіңіздер. Осы мақсаттарға жету үшін біз мынандай тапсырманы орындап көрейік. Мына өлеңді мәнерлеп оқып, сұрақтарға жауап беріп, етістікті табайық. Таспен атып торғайды, ұя босқан оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Өте жақсы оқыдыңыздар. Енді сұрақ қою арқылы етістікті табайық. Қайтеді, оңбайды. Қайтеді, өкпелеп кетеді. Қайтеді, қонбайды. Жарайсыңдар. Мәтінмен жұмыс жасау. Мәтінмен жұмыс. Мәтіннің тақырыбын анықтап, негізгі ойды табайық. Құстардың тұмсығы дән шоқу, жаңғақ шағу, жемістерді жұлу үшін қажет. Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын, немесе тесік оятын құралдар ретінде пайдаланады. Енді осы мәтін бойынша тақырып ойластырайық. Дұрыс. Мәтіннің тақырыбы құстардың тұмсығы немесе құстарға тұмсық не үшін қажет деп аталынуы мүмкін. Енді балалар, негізгі ойды анықтайық. Дұрыс айтасыздар. Бұл жердегі негізгі ой құстардың өміріндегі тұмсықтың маңыздылығы туралы айтылып тұр. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Жаңылтпашты жақсы етіп тұрып оқып, қандай қате көріп тұрғандарыңызды айта қойыңыздар. Үміт түбіт түтті, түбітті түтіп бітті. Ойланайық. Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл жердегі үміт, түбіт, түбітті, түтіп деген сөздерде ү әрпінің орнына ә әрпін жаздық. Мұқият болайық. Келесіде бұндай қателерді жібермеуге тырысамыз. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар. Енді мына тапсырмаға назар аударып көрейік. Етістіктердің алдына зат есім қойып, сөйлем құрап жаз. Сайрады, өсіп тұр, ұғып алды, жылынды, себелеп тұр, тарады. Үлгі, бол-бол тамылжыта сайрады. Жақсы балалар. Олай болса, орындаған тапсырмамыз бойынша оқып көрейік. Орманда бол-бол сайрады.
Бақшада ағаш жайқалып өсіп тұр. Аяна бүгін сабақты жақсы ұғып алды. Күн биыл ерте жылынды. Кешеден бері жаңбыр себелеп тұр. Бүгін Айнұр ерте тұрып, шашын тарады. Сіздерде өте жақсы сөйлемдер шықты. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау ретінде мынандай тапсырманы орындап көрейік. Мына жердегі жүзіп жүрген балықтарды аквариумға орналастыру керек. Дара етістік, күрделі етістік деп екі аквариумға бөлеміз. Дұрыс. Жүзіп жүр, күрделі етістік. Жазды, дара етістік. Отыр, дара етістік. Оқып отыр, күрделі етістік. Келе жатыр, күрделі етістік. Ұшты, дара етістік. Биледі, дара етістік. Секірді, дара етістік. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа бәріңіз де жақсы қатысыңыздар. Сау болыңыздар. Соңғы тыңдап көрейік.